Хей, достым, қалың сенімен біргемін, Франикит. Және бүгінгі видеода біз YouTube'дағы видеоларға қалай превью жасауға болатынын айтатын боламын. Ну что ж, кеттік. Бізге керекті программа ол әрине Photoshop. Photoshop'ты қалай және қайдан скачать ету керектігін алдыңғы видеоларда көрсеткен болатын. Ол видеоға сілтеме видео астында болады. Енді Photoshop'ты скачать еткеннен кейін біз жаңа файлға создавать етеміз. Файл созды. Сіздерде мынандай болмайды ең бастапқыда. Сондықтан біз өзіміз жаңадан жасап шығарамыз. Ол әрине бізде YouTube'дағы превьюдің разрешениесі ширина 1280, высота 720. Және де өлшем бірлікке пикселі несін таңдаймыз. Разрешение 72 және мына жерде пиксели сантиметр таңдаймыз. Цветовой режимде цвета RGB және 8 бит. Белый фон создать. Так. Енді біз превьюіміздің тематикасымен түсініп алайық. Яғни егерде мен бұл видеода Fortnite түсіретін болсам, значит мен Fortnite арналған фонды іздейтін боламын. Ол үшін әрине біз өзіміздің браузерімізге кіреміз. Мен әрине Google'дан іздеймін. Сол себепті мен бұл жерге ағылшынша Fortnite wallpaper картинки вкладкасына кіреміз. Инструментеден размерге большие размеры таңдап аламыз. Одан кейін біз өзімізге керекті фонды іздейміз. Мысалға мына фонды ала салайық. Сохранить етіп аламыз. Сохранить. И фонды үстіне ұстап тұрып Photoshop'қа саламыз. Жоғарыда мына кнопканы таңдаймыз. Одан кейін показать управляющий элемент таңдаймыз. Alt кнопкасын басып тұрып біз тартамыз. Так. Ендігі бізге керек ол әрине текст. Текстті мына кнопка арқылы таңдаймыз. Одан кейін экранның любой жеріне басамыз. Әрине тілді ауыстырып текст жазамыз. Шрифтті мына жақтан таңдаймыз. Бұл жерде менде көп енді шрифті. Үстін басқан кезде шығады. Керекті шрифттерді және де қазақша әріптер бар шрифттерді қайдан скачать ету керектігін мен алдағы видеода көрсеткен болатынмын. Керекті сөз жазамыз, яғни мысалға Fortnite'тан. Так. Fortnite'тан. Alt кнопкасын басып үлкейтіп аламыз. Так. Шетке таппайық, мысалы мына шетке. Ctrl-G кнопкасын басу арқылы біз осы текстті копиировать ете аламыз. Астына түсіреміз. Сосын керек текст жазамыз. Мысалға Fortnite'тан топ 1. Керекті размерге үлкейтіп аламыз. Типа осындай. Ендігі мен мына жерде түсін өзгерткім келіп тұр. Үстін копиировать ете аламын. И осылай керек түсті таңдап аламыз. Окей. Мен көп түсті таңдай салдым. Так, енді Ctrl кнопкасын басу арқылы біз екі слойды таңдап, показать управление элемент таңдап, Ctrl кнопкасын басып тұрып, мышками арқылы бір шетінен басамыз да любой жерге бүйтіп істеуге болады.
мысалы мен өйтіп көрсетіп аламын. Окей. Так, енді текстің ішіне кіріп любой эффектін қосуға болады. Мысалға мен мына жерге текст жақсы көріну үшін көлеңке қосқым келіп тұр. Көлеңкені мына нелер арқылы келтіріп аламыз. Осындай делік. Окей кнопкасын басамыз. Осы текстегі стильді, яғни эффектіні келесі текстке қолдану үшін оң жағын басып, скопировать стиль слоя кнопкасын басамыз. Сөйтіп, жаңа керекті слойды таңдап алып, оң жағын басып, create style слоя кнопкасын басамыз. Вот, бізде осындай текст пайда болды деп айтуға болады. Енді бізге бұл жерге типі персонаж керек. Мен мына жерде бір персонаж көрген болатынмын. Мысалы мен мына персонаж алғым келеді. Және де екінші түрі бар. Бірінші түрі ол әрине осы персонажды алып, былай келтіріп қиып алуға болады бір картинкадан. Немесе Fortnite. Так. Персон. Персон деп іздейміз. И инструменті кнопкасын басамыз. Цветке прозрачный таңдаймыз. Сол кезде бізде артында ешқандай фоны жоқ. Персонаждар шығады. Көрдіңіздер ғой. Жарайды, маған мынау ұнап қалған. Таңдай салайық. Бұл персонажы әрине біз үстінен басып жоғарыда редактирование ашып, трансформерін кіріп любой жаққа айналдыра аламыз. Горизонталь арқылы айналдырып, мысалы өсіп қоя аламыз. Окей, персонаж бізде табылды делік. Ендігі бізге мен ойынша бұл превьюге глубина қосу үшін фонды размыть етуіміз керек. Ол үшін фильтры вкладкасына кіреміз. Размытые плюс. Және де Alt Ctrl плюс F кнопкасын басу арқылы, қайта басу арқылы біз размытыйның уровенін қосамыз. Бізге осы келеді, нормально. Енді жаңа слой қою арқылы және кейс таңдаймыз. Менің осындай эффектті қосатыным бар. Яғни керекті түс таңдап аламыз. Alt кнопкасын басып тұрып, артқа қарай кішірейтеміз. И любой жерден мышканың үстінен басып шығамыз. Ну, типа освещение сияқты. Әрине біз обычный қоя аламыз, немесе мына жерден экран, замена светлым, немесе перекрытый сияқты функция таңдай аламыз. Мысалы, экранды қоя салайық. Әрине, әрмен қалай превью қандай болып шығуы әрине ол сіздің фантазияңызға байланысты. Мысалы, мына жерге Fortnite ойындағы қару-жарақтарды қоюға болады дегенде, немесе басқа да эффектный фигураларды қоюға болады дегенде, бұл әрине өзіңіздің фантазияңыз. Мен бұл жерде не қосам? Мысалға, мен бұл жерде
Ctrl Shift Alt және E кнопкасын басу арқылы астындағы барлық нелерді бір картинка қылып шығарамыз. Одан кейін фильтрге кіремін. Фильтр камера raw деген бар менде. Картинкаға шамалы четкость қосамыз. Окей. Ctrl G арқылы копировать етіп аламын. Фильтр камера raw. Және мына жерде наборы деген бар. Бұл жерден готовый цветокоррекция пайдалануға болады. Мен матовый таңдаймын. Окей. Және бізде мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі превью пайда болды. Оны қалай сохранить етеміз? Файл. YouTube'ға сохранить ету үшін экспортировать. Сохранить для веб. JPEG. Высокое качество JPEG. Высокие. 60-та тұратын маяқты. Қалған ешқандай нені қосаған жоқпын. Сохранить кнопкасын басамыз. Бір атты береміз. И сохранить кнопкасын басамыз. Болды. Бізде превью окончательно дайын. Егерде бұл видео саған көмектескен болса, өз пікіріңді комментарийге жазу арқылы немесе лайк басу арқылы білдіре аласың. Басқа да сұрақтарыңды әрине комментарийге жазып кет. Мен оларға жауап беретін боламын. Және мен сенен кері байланыс күтемін. Сенімен бірге болған мен Франи Кейт. Келесі кездескенше сау.